да бірдей бастаймын, айтамын: армысыздар, құрметті қазақ елі, қайырлы таң, мені жақсылармен жайсаңдарым деп бастаймын. Таң шуағы бағдарламасы осы таңның шуағы әрбір адамның осында отырған жүрегіне сондай бір жақсы шапағатын тигізсін деп. Иә? Онда бір бастап кетейік. Мен бүгін өте ризамын. Бүгінгі күні біздің қонағымыз Қайрат мырза Анарбеков болады. Енді өздеріңізге мәлім, осыған дейін жаңағы афиша шығарып, Күлия апай, Күлия Айдарбекова шығуға тиісті еді. Ол кісі де енді келісім беріп күтіп отыр едік. Бірақ кеше түсте уже маған хабарласып жатыр. Мен Египетте демалып жатқан ол кісі. Осы рейсіміздің задержкасы болып, мен сол уақытта самолетта болады екенмін, шыға алмаймын. Сондықтан да кешірім сұраймын. Мені ауыстырыңызшы басқа күнге деп өтініш жасады. Сондықтан да бірден не істеймін, уже ертең эфир деп, бірден Қайратқа хабарласып едім. Қайрат бірден жақсы болды деді. Соған сондай қуанып кеттім. Бұл деген нағыз мына көшбасшыға тән қасиет деп ойлаймын. Лидер қандай болу керек дейміз? Лидер әрқашанда дайын болу керек. Енді мен осы Қайратты байқап жатырмын. Сол әрқашанда сондай көзі ашық, құлағын түріп жүреді әр нәрсеге. Сол да бір үлкен жақсы қасиет. Қайрат, сізге, мырза, сізге үлкен алғысымды айтқым келеді. Борт болыңыз. Рахмет. Көріне беріңіз. Соған біз бәріміз тілектеспіз. Бар біздің мынау Қоблан тиімді, енді басқалары да солай айтатын шығар. Бәріміз өзіңізді танимыз, жақсы білеміз, сондай құрметтейміз, үлгі тұтамыз. Әрбір командада бір жаңағыдай жігіттер болады ғой. Енді бұрын алпамыс деп ол бірінші болып жаңағыдай көрінді ғой. Енді біздің ортамызда өз алпамысымыз бар, өз Қайратымыз бар деп мақтанамыз. Ал енді Қайрат, қош келдіңіз. Мынау бірінші сұрақ. Өзіңіздің осы инкрузисқа келген тарихыңызды айтсаңыз қысқа ғана айтып кетсеңіз, себебі бұл жерде қонақтар да отыр, жаңадан кірген адамдар да отыр. Олар да сіз сияқты кірген шығар, не ойланып жүрген адамдар бар шығар. Оларға да кішкене бір ойын қозғап жіберейік. Жақсы, сөз сізде. Тамаша, Ғалия Сәбитовна, сізге көп рахмет, алғысым шексіз. Мен өзім кеше Алматыдан ұшып келдім. Сонда аэропортта самолетте отырған кезде уже Ғалия Сәбитовна жазып қалды. Ертең шығасың ба деп. Все, шығам деп мен дереу қабылдадым. Неге десеңіз, өйткені қуанып кеттім өзім. Ғалия Сәбитовна маған сондай ұсыныс жасатқанда мен өзім шынымды айтсам қуанып кеттім. Өйткені мен шығып бөліскім келеді адамдармен, айтқан жақсы көремін. Қашанда мен істегенді әр адам істей алатынына мен кәміл сенімдемін. Соны тек қана, мысалы, біреу көрмей жүрген, білмей жүргенді мен көрсетіп жіберсем, айтып жіберсем, ол нұр үстіне нұр жауар деп ойлаймын. Көп рахмет Ғалия Сәбитовна шақырғаныңызға. Есім Қайрат, фамилиям Анарбеков. Қазір сеньор маркетинг директор раңындамын. Алла қаласа келешекте. Міне жанына менің партнерларым Балқаштан көріп отырмын. Тамаша видео камераларыңыз қосып отырсыздар. Егер барлықтарыңыз қосып отырсаңыздар, тіпті жақсы болар еді. Сәлем, міне баршаңызға сәлем. Міне тамаша. Айфон деп аттарыңыз жазып қойыңыз, аттарыңыз жазып қойғандарыңыз дұрыс, кімнің кім екенін біліп отыратындар, баршамыз. Бұл круиз компаниясында, инкруиз компаниясында мен 2 жыл бұрын келдім. 2 жыл бұрын келген кезімізде тамаша, қараңыздар, қандай красавчик бар. Аллаға шүкір, міне әп-әдемі қыз ұлдарымыз бар, біздің арамызда, жігіттер, ханымдар. Барлықтарыңыз ешіп камераңызды қойсаңыздар, даже спикерға сөйлегенге ыңғайлы болады екен. Мына жылы жүздеріңіз көріп отырғанда, күлімдеп отырған бет әлпеттеріңіз көргеніңізде, даже адам қуана шабыттанады екен одан сайын. Біреулердің жұмысқа кетіп барыстар, машинада кетіп барыстар, Раушан ханым, тамаша. 2 жыл бұрын осы инкруиз компаниясы келген кезде, мен қалай келдім алғашқы, может біреулер білмей ататын шығар. Менің 2022-де 22-ші жылы менің әйелдің ағасы маған айтқан болады екен.
инкруз компаниясы бар екен, кел саяхатта, сен саяхат жақсы көресің деп, сен Қазақстанды аралап жүрсің, енді шетелге шық деп. Сол кезде мен ол аса кісіні ол дұрыс түсінбеппін, өйткені ол маған дұрыс жеткізе білмедім ме екен. $100 саласың, $100 ақшаң көбейеді, сонымен қыдырасың деген соң мен оған аса сенім тұтпадым. Өйткені қазір енді өзім қанша адамға айтып жүрмін ғой, иә, менде уже біраз опыт бар. Уже 2 жыл бойы мен елдермен бөлісіп жүрмін, иә, ақпаратпен. Қазір менде уже андай емес, бұрынғыдай шаблонный, иә, басына бастап мен бірінші мынаны айтам, екінші мынаны айтам, үшінші мынаны айтам, төртінші мынаны айтам деген қазір жоқ менде. Қазір мен адамға бар ғой, былайша айтқанда, орысша айтқанда, по-разному подхожу. Қалай ыңғайы келеді, солай жақындаймын ғой. Баняда отырып па, парилкада, баняда отырған кезде, блин, как ты часто паришься? Я тоже люблю париться. Как ты часто ходишь в баню? Деп бастаймын да әңгімені. Потом, блин, знаешь, я недавно был на лайнере, там тоже вот сходил на фитнес, да, там тоже у них парилка есть, там так классно, блин, деп бастап кетемін даже бар ғой. Представляете, даже вообще айдаладан бастап кетемін, иә, мысалы қарап отырсаңыздар, біреулер айтады ғой, қалай бастаймыз, қалай холодный контактпен жұмыс істейсің деген. Сондай кезде дұрыс адамға жақындап бастап айта бастасаң, кез келген адамның жүрегіне жете алады екенсің. Кез келген адамның, кез келген адам. Ешқандай жүрегі жоқ, который сен жібіте алмайтын. Ешқандай жүрегі жоқ, тас қатып қойған. Бәрін любой нәрсені жібітуге болады. Ну, каким образом? Значит, соған керек нәрсені сен айта білсең, жеткізе білсең, кез келген адаммен сөйлесе алады екенсің. Сонда менің ана ағам айтты, мен оған сенбедім, келесі жылы ол келді, 23-ші жылы келіп уже виза алып, Европаға ұшайын деп отқан кезде, сол кезде ғана мен уже аға сіз қайда бара жатсыз? Мен осылай инкруз компаниясы арқылы қыдырып кетіп баратырмын дейді. О, тамаша ғой, маған айтсаңызшы деп едім. Сол кезде ол маған айта бастады. Өзінің спонсормен кездестірді, ол кісі маған түсіндіріп берді, сызып жазып. Одан кейін мен презентацияға бардым. Презентацияға барғанда үлкен экранда лайнер көрсетіп жатыр, елдердің шыққандарын, қыдырғандарын, бала шағасымен, ата-аналарының шыққандарын бәрін көрсетіп жатыр, иә. Бірақ соның ішінде бүкіл презентацияда 1,5 сағат презентация болды, шамасы, иә. Қалалық презентация. Соның ішінде маған көзіме ілінгені, ең маған ұнаған көргенім $10,000 зарплата. Қып-қызыл болып, национальный директор $10,000 деп тұрған кезде, мен вот это вот меня зацепило. Өйткені біріншіден 10,000 деген бәрімізге күшті көрінеді, иә? 10, 0, 0, 0, 0, андай, мысалы 9,999 десем, мүмкін көзіме түспес еді. 10, 0, 0, 0 деп тұрғанда көзім сақатты, әдем көрініп тұрды. Ты вот эту зарплату можешь получать, ты столько же можешь зарабатывать деген кезде мен сақата қалдым. Мәссаған. Я что, могу, что ли? Благодаря этой компании можно зарабатывать деп, сол кезде мен глубже мен нете бастадым да, түсіне бастадым. Содан енді, так, мен енді кез келген жұмыс болсын, кез келген, мысалы, біреулер бизнес ашам десе, мысалы, магазин ашам десе, сіз магазин ашу, қалай ашу керек, бірінші не істеу керек, арендаға алу керексің помещение, ИП ашу керексің, там, налогқа регистрация керек, соның бәрін изучать етесіздер ғой, иә. Сол сияқты мен бұл компанияны, сол презентацияның өзінде отырып, мен уже сақ, менде уже ойлар кетті, уже планы, уже как, что делать, уже что надо делать. Бірінші сұрағым менде жанымда отырған сол кезде Олжан ханым болды. Ол менің қазір наставнигім, иә, интернациональный директор Жүнісова Олжан. Сол жанымда отыр, мен соны сұраймын ғой, ақырындап сыбырлап сұраймын. Вот они показывают зарплату, да, осындай доход көрсетіп отыр. Сіз қай рангтасыз десем, ол кезде национальный директор рангында болған. Как раз то, что я хочу, да, вот куда я наметился, целился, да. Сіз айтам ғой, осы зарплатаны алып жүрсіз бе десем, я алып жүрмін дейді. Ну-ка көрсетіңізші деймін ғой. Ну, бізде көрсетуге болмайды, но давай я аккуратненько тебе покажу деп маған көрсетеді сол кезде. Весь доход показывает. Это был сентябрь, 30 число. Она зарплату на тот момент уже получила за август, я августтың зарплатасын алған болатын. Значит, 8 айда оған $78,000 түсіп тұр. $78,000. Сол кезде мен сразу санаймын, $78,000 қанша ол, айына қанша түсті, санадым да. Так, егер мына біреу қыз хрупкая, молодая девчонка, который мен сияқты көп айтпайды, соның өзі столько зарабатывает, значит, я тоже могу деймін да. Бірден шешім қабылдаймын осы жерден. Сразу шешім қабылдап, қанша ол кезде премиум пакет болмайды, ол кезде 200 тек мына классик. Я сказал, мен Олжанға айттым, Олжана, мен бұл жерде тек қыдырмаймын, маған қыдыру ол, мен былайықта қыдырамын, маған ақша керек дедім, ақшаны көрсетші дедім, не істеуім керек дедім, $295 тіркел, давай начнем бизнес. Если готов, я тебе помогу деді.
сөйтіп бастап кеттім мен ғалия сәбитовна. Егер сіздер сұрақ Достар, болса қоя беріңіздер, мен айта беремін. Иә. жоқ, керемет айтып жатсыз. Шынымен де мынау бизнесіміз біздің бизнес дублицирование деп жатады ғой. Мына басында өзің туралы да айтып жатсың. Бірден айтқанда сене қоймадың деп, иә, жаңағы нағашы аталарыңыз ба айтқанда сене қоймадыңыз, иә. Міне кейде бар ғой, адамдар кіретті, бір ғана жаңағыдай отказ бір-екі үшеуінен алады да бірден артқа қарай шегініп қалады. Сонда мен айтамын, өздеріңізді еске алыңыздаршы. Сіздер бірден қабылдадыңыз ба дегендей. Иә, бірден қабылдайтын адамдар болады, иә. А бірақ көбі немесе жай ғана қорқақтап, мен ана бизнесті жасай алмаймын, мен жай ғана путешествияға барам деп жаңағыдай бастап кетеді, сосын бизнесқа кіреді. Кей адамдар жаңағыдай қорқақтап кірмей қояды, қолынан келмейді деп, немесе айтып жатады, менде ондай адамдар жоқ деп. Мысалы, жаңа Қайрат өз мысалын келтіріп жатыр, холодный контакт, ол холодный контакт, мен соцсетті жүргізе алмаймын дейді. Ол холодный контакт деген тек қана соцсет емес, жаңағыдай моншаға барғанда жаңағы бір ғана сөзі қай жерде болса да туралап сол инкрузды айтпай, сөзден сөз шығарып, жаңағыдай алып кетуге болады. Өте дұрыс айтып жатсыз, Қайрат мырза. Енді Қайрат мырзаның бір керемет жері осы, ол өзіне бір жаңағыдай өзіне ұнады, бірден кірді де, уже ана жерде отырып, мен жоспар құрдым дейді. Адамдар, мысалы, тек қана кіріп қорқақтап отырмай, бірден кірісіп кетіп, жоспар құрып, жаңағыдай қимылдау керек, іс-қимыл жасау керек деп жатады. Міне енді Қайрат бірде-бір презентацияны қалдырмайды. Жаңағыдай белсенді қатысады. Таңертеңгі таңғы ризықта кім отырады? Біздің Қайрат отырады. Еще сұрақтар қояды ана жерде. Содан кейін оны шақырды, о жерде жаңағыдай сөз сөйледі. Бүгін керек деп едім, міне шықтым. Қандай қалалық презентация болсын, сол жерде Қайрат жүреді. Енді қандай өмірге болсын, белсенді қатысып жатады. Мен ойлаймын, сондай бір жақсы қасиет. От барлықтарыңызға, құлақтарыңызға алтын сырға, соның бәрін өздеріңізге де сіңіріп отырыңыздар. Кей адамдар көп жаңағыдай обучениеға барады, анда барады, мұнда барады, бірақ әлі қимылдамай отырады. Оны барғаннан кейін, менің ойымша, оны бойына сіңірмесен, ол іс-әрекет сондай жасамасан, онда не үшін, ой, күшті болды, мынадай эфир болды, ой, анау апай күшті екен, Гаухар Айбарова күшті екен, Дана Қоблан күшті екен, Гүлайым күшті екен деп қана қоймай, өздеріңізді іс-әрекет жасауларыңыз керек. Сондықтан да енді Қайрат, енді мынау бизнес дупликация деп жатырмыз ғой. Әр адамнан бір нәрсені аласыз. Сіз қай лидердан қандай бір ерекше қасиетті өзіңізге бойыңызға сіңірдіңіз? Бір қасиеттер біреуде ұнайды, бірақ соған әлі жасап үлгерген жоқсыз, немесе қолыңыздан келмей жатқан сондай бар ма сізде? Рахмет сұрағыңызға. Мен жаңа есіме түсіп отыр, моментте айта кетейінші. Ең алғаш мен осы инкруз компаниясы тіркеліп бастағанымда бір BBS болды, бизнес билдинг семинар, иә. Ол октябрь айы ма екен, ноябрь айы ма екен, мен кіре салысымен бір-екі айдан кейін. Ол ана Редисонда болды. Сонда Мұрат Шакиров па, Мұрат Шаримов па, Түркістандағы лидер бар ғой, интернациональный директор. Өзі спортсмен, бодибилдер, иә. Сол шығып Астанаға шықты, выступать етті. Сол кезде басында мен осы инкруз компаниясы тіркелген кезде ойлағам, мынандай рангтарға жету үшін, мынандай жетістікке жету үшін, оған жақсы оратор болу керексің, елдің алдына ұялмай сахнаға шығып, прям қорықпай, сондай бір мықты болу керексің деп түсінетінмін да. Бастапқы кезден бәрімізде сондай ой болады. Анда стористарға салып, Инстаграм мықты жүргізу керексің, бәлінбай мың подписчигің болу керек шығар деп ойлайтынмын. Менде, егер білсеңіздер, менде инкруз компаниясы келгенге дейін Инстаграм болмаған, мүлдем болмаған. Инкруз компаниясы келіп, мен Инстаграмды жүктеп алдым да, содан бастап, одан кейін сторисқа шығып, ақырындап өзім үйреттім. Бір сторисқа шығу үшін бір видео, бір 10 секундтық. Достар, ассалаумағалейкум, мен бүгін Астанадан осындай тренажерға келдім деп айту үшін бар ғой, 15-20 видео жазатынмын ғой. Потому что маған әнжерім ұнамайды, шашым ұнамайды, тісім ұнамайды, қол тұрғаным ұнамайды, артындағы фон ұнамайды. Представляете, 15-20 видео жазатынмын.
қазір деген рахат қазір бар. Мен жаңа сторисін қарасаңыздар, жаңа Нұржан маған лайк қойып жатыр. Бүгін тренировкаға алып келдім. Сол тұра тер болып тұрмын ба, былшылдап тұрмын ба, не деп тұрмын, шықтым да айттым. Керек адам керегін алып алады. Сонда ана Мұрат деген жігіт шығып, бір көп сөйлеген жоқ, бір 3-4 ауыз сөз сөйледі да, мен осындаймын, мен осындай жетістікке жетіп жатырмын деді да. Простой ғана жігіт, мен сияқты, мен артық бір екі қол, 4 аяқ бар емес. Сонда сол жігіт шығып сөйледі да кетіп қалды. Мә, бұлай мен де айта аламын ғой. Бұлай сценаға шығып, 1-2 минутта мына сөзді мен де айта аламын. Егер мен өйстіп айтып жүріп істейтін болсам, мына жігіт сияқты уақыты келе, мен де осы дәреже жетеді екенмін ғой деген сияқты менде сенімділік пайда болды. Сонда мына BBS, презентация, Zoom, всякий марафон, таңғы ризық, бәріне қатысып жүрсеңіздер, күнде не аласыздар? Уверенность аласыздар өздеріңізге. Мына адам жасап жүргенде мен жасаймаймын ба? Бір адамдар айтады, мысалы, уақытым жоқ дейді, Zoom-ға кіруге уақытым жоқ. Мен де айтады, бала шағам бар, қолым тимейді дейді. Бір солғы спикерлер тыңдасаңыз, 5 балам бар дейді. Қолымда ата-енем бар дейді. Жұмыста мұғалім болып жасаймын деп атады. Сонда да осындай рангтемін деп атады. Региональный директорым дейді. Сол кезде қарасаңыз, бұл қай кезде үлгереді мына кісі? 5 баласын баға ма, ата-енесін баға ма, ана жұмысын жасай ма? Сол кезде оказывается, адам жасаймын жасайды екен. Ең алды мақсат болу керек адамда, мақсат. Мен де мысалы келе салысымен мен мақсат құрдым. Болды, мен Алпамыс Шаримов жүрген рангта, ол кезде мен келген кезде ондай биік рангта болған жоқ болатын. Оның кейіннен таныстық ақырындап. Сол мысалы енді әйел адамдар қараймыз да, бізде еркектерде көбінесе не болады? Ол әйел адамдар ол пысық олар. Олар жетеді ғой, ол жетістікке дейді. Біз ер адамдар да сондай болады да. Соны қарадым мен, мына ішінде ер адамдар бар екен ғой. Мына ер адамдар жасаған жеткенде мен жете алмаймын ба деп, сондай менде күш-жігер пайда болды да. Одан кейін мен не істедім? Мен мақсат қойдым. Мақсат. Сіз қандай да сіздің желаниеңіз болса да, арманыңыз болса да, асқақтаған, мақсат қоймасаңыз, мақсатыңыз жететін дедлайн сызып, осындайда мен осын жасаймын, осы күн мен осын жасаймын, осындай жетістікке жетемін деген мақсат қоймасаңыз, мүлдем түк шықпайды. Хоть 100 рет вебинарға барыңыз, хоть 100 рет Zoom-ға қатыса беріңіз, қалмаңыз семинардың бүткіл ешқай жерден қалмасаңыздар да, әрекетіңіз болмаса берекесі болмайды. 80 бізде айтады ғой, 20% знания, 80% действие дейді, Сол. Мысалы, күнделікті сіз оқи беріңіз, оны сіз өміріңізде қолданбасаңыз, қажет не оның? Қажет не? Одан да мен шығамда күнде мен магазинге шықтым ба, магазинде тұрдым да, продавецпен сөйлесіп кете аламын. Сөйлесіп кетем да, бір-екі ауыз сөз айтамын да, визитка, кстати, барлықтарыңа айтайын сізге, визитка очень хорошая работа. Визитка жасап алыңыздар. Сөйлесіп кетем да, сен қазір босқа отырсың ба, телефон шұқылап отырсың ба, мен визиткамды қалдырамын, сен мынаған кірді, подписка жаса да, мен инстаграмға кірді, қараш, мен саған мықты информация беремін. Даже айтпай, мен крузис, бизнес, мықты информация беремін. Сен мені тыңдап көрші, сен бақытты да, байда боласың деймін да. Күнімде кет қалым ол деген, да ты че, солай ма? Ана дейді да, ана тез жұмысын жасап, тез инстаграмға кіруге ойлап тұрады ғой, представляете? Сонда былай қарасаңыз түк емес, мен сондай бір сенім беріп кеттім адамға, сенім. Представляете, да, правила Парето как работает, да, 80/100, да. 100 адамға беріңізші, соның 20 адамы соның визитканы алып ішінде кірсінші, 20 адамның еді 2 адамы сол тіркелсінші. Результат. Сондықтан қайда жүрсіз, не істеңіз де, движение, әрекет болсыншы, әрекет, тек қана әрекет. Ойлаңыз, таңертең тұрыңыз ба, ана мақсатыңызға жету үшін не істеймін, бүгін не істеймін. Давай мен бүгін 2 адамға презентация жүргіземін. Давай мен 2 адамға айтайын. Презентация деген көп адамдар былай шошиды. Ой, 2 адамға презентация жүргізуім керек па деп қиналады да. Жоқ, сіз олай қиналамайсыз. Шығыңыз да, мен бүгін 2 адаммен танысуым керек. Просто холодный, қалада жүрген 2 адаммен. Сонда мақсат қойыңызшы. Сізге сол қалай мақсат қойдыңыз ба? Аллах тағала сізге солай жол көрсетті. Бір адамдар келе береді ғой, қайдан шыққан білмей қалса, ана адам кездесіп қала береді да. Лифтте кездесіп қалады, анда кездесіп қалады, паркингте кездесіп қалады. Солай. Мен ең маған бірінші адам тіркелген адам менің партнерім, бірінші партнерім, бизнес партнерім да. Ол мен көршім ғой, вообще, көршім. Подъездда лифтте жолығып қалып, сол көршім кіріп кеткен. Вот сондай болады. Тамаша. Енді қарап отырсақ, мынау қазақтар айтады ғой, шай ішіп отырып, әңгіме айту деген, міне Қайрат шайын ішіп отырып, әңгімесін айтып отыр. Бұл жерде біз еркін сөйлесеміз, прям заранее дайындалып қойған бір сұрақтар да болмайды. Жалпы
ана в потоке дейді ғой, қандай сұрақтар өзіне ойына келеді, сол сұрақтарды қоясың, әңгіменді солай өрбітесің дегендей, сонда қызықты болатын сияқты. Бір өз отбасымызда отырғандай болып әдемі отырмыз, әңгімеңіз де әдемі, сол тыңдағымыз келіп бара жатыр. Енді шынымен де мына жерде инкрузисті, ең басты инкрузисті айту үшін, инкрузисті жаңағыдай қалай сөзіме ойыма келмей қалды ғой, успешный болу үшін ең басты адам это бизнес коммуникация дейді. Адаммен қарым-қатынас орната білу дейді. Оны қарым-қатынасты әртүрлі, біреулер қорқақтап тұрады айтуға. Менің командамда бар, сосын Гүлсім деген ханым бар, ол кісі айтады, анау Раушан күшті, қай уақытта болса да любой адаммен сөйлесіп кете алады, мен сөйте алмаймын дейді. Мен айтам, сен миына кіргізіп алдың, сөйте алмаймын деп. Неге? Шынымен де әуелі коммуникациямен, адаммен жақындасып, жылы бір неде болу керек. Жылытып алғаннан кейін ақырын ғана инкрузисті уже сосын бастауға болады. Бірге шай ішесіздер ме? Вообще бөлек бір-екі әңгімелеріңіз, кездесулеріңіз балалар туралы не басқа болып кете ме? Артынан ақырын солай кіргізуге болады, иә? Ал енді Қайрат мырза, мынау енді қай салада болсын, бұл жерде қиындықтар да болады. Енді осыз болмайды ғой. Сіз осы инкрузисті бастап кеткелі, қандай қиындық сізде болды, соны қалай жеңе білдіңіз? Қиындықтар болған шығар, иә? Кейде көңілің түсіп қалады, адам баласымыз ғой. Жаңағыдай, кейде бір соншама бірнеше рет барып, енді міне болды, міне жазылады ғой деп, уже отырғанда басқаша болып кетеді, көңілін түседі. Қайткенмен де, енді олсыз болмайды ғой. Сонда қандай сіз кеңес берер едіңіз? Бұл салаға келгелі, менде қиыншылық болды деп ешқашан айтқан жоқпын. Айтпаймын да, қиыншылық жоқ ешқай жерде. Ол қиыншылықты өздеріміз туғызып аламыз. Мысалы, қонаққа барсақ та, жүрген жеріңізден коммуникациясы айтып отырсаңыз, иә? Вообще негізі адам баласына керегі даже бизнес қана емес, даже адаммен, өз туыстарыңыз, бауырыңызбен бауыр болу үшін де, туыс болу үшін де коммуникация барлық жерде, иә? Барлық жерде коммуникация керек. Сіз сол коммуникация жағынан сіз дұрыс алсаңыз болды, ешқай жерде сізде проблема болмайды. Енді мен кез келген адаммен сөйлескенде, мен былай бастаймын да, мынандай ниетпен. Туысым болсын, дос, жора жолдас, қай жерде жүрсем де, даже далада танысқа презентация жүргізетін болсам да, компания жаңа айтсам да, менде ниетім қандай? Осы адамға өмірін өзгертуіне, ол адамның ар жағында бала шағасы, ата-енесінің, аталарының, әкешелерінің өмірін өзгертуіне бір себепші болайыншы мен, бір көмегім тисінші деген сондай ниетпен бастасаңыз бар ғой, сіз ешқандай отказға, ешқандай возражениеға, ешқандай жаңағындай сізге қарсыласқанға сіз еш нете алмайсыз, уайымдамайсыз, көңіліңіз түспейді, проблема көрмейсіз. Сіз айттыңыз ба, сіз ең алды компанияның өзін жақсы көріп тұрсаңыз, өзіңіздің айтып жатқан әңгімеңізді жақсы көріп тұрсаңыз бар ғой, ешқандай адам сізге возражать етпейді. Біріншіден возражать еткеннің өзінде мен мысалы былай қабылдаймын. Қабылдау ғой, барлығында қабылдау, иә. Егер сіз ой, мынау маған айтты, мынау осылай сөйледі деп қабылдасаңыз, бітті, сізге тяжело. А представляете, егер сіз каждый айтқан сөзге сөйтіп терең қабылдай берсеңіз өзіңізге, онда сіздің бизнесіңіз де жүрмейді, коммуникацияңыз да жүрмейді. Ең алды былай істеймін мен, былай ойлаймын. Таңертең сағат көп адам жұмыс істейді ғой, иә? Найымды жұмыс істейді. Таңертең 9-да барады, кешкі 6-ға шейін жұмыс істейді. Ол жұмысты қайтсе де ол істейді. Бастық ұрса ма, коллегасы жанында қандай да мінезін көрсетсе де ол жұмыс істей береді. Барлық жерде сіз айтып тұрсыз, қиыншылық. Егер жұмыста жүргенде де сіз қиын қабылдамай, бастығыңыз айтқанда, жақсы, все, давай, болды, сделаем десеңіздер, онда ол жұмысыңызда жеңіл жүреді. Сіз егер соны қиын қабылдадыңыз ба, информацияны, онда жұмысыңызда қиын жүреді. Поэтому біздің салада енді мен өзіме қиыншылық туған жоқ. Ситуация деп айтамын, ситуациялар болды, әртүрлі болады ол, бірақ ол жұмыс барысында солай болғанда дұрыс. Өйткені ол ситуация бізге не үшін беріледі? Что біздің қанатымыз қатаю үшін беріледі. Біз бір уровеньнан екінші уровеньға өту үшін солар бізге беріледі, чтобы біз сол вопросты шешіп, одан келесі раундқа өтуіміз керек. Ал представьте, да, мен қазір былай тілемеймін өзіме. 2026 жылы
май айында мен борт директор болып кетейінші деп мен тілемеймін. Шын айтамын. Неге десеңіз, мен оған дайын емеспін. Ал маған соны қазір сразу 2026-та білмеймін қандай да бір себеппен борт директор болып кетейінші, мен оны көтере алмай қалуым мүмкінмін. Мен оған дайын емеспін. Мен оған келе жатырмын, ақырындап, бірте. Мен қазір Алла қаласа, мен сеньор маркетинг директормын. Мен уже национальный директор рангын көтеруге мен дайынмын. Соның жұмысын жүргізуге, соны алып жүруге мен дайынмын. Мен национальный, қазір маған берсеңізші национальный директор рангты, даже январь айында мен алып кете аламын. Мен жауапкершілік аламын, мен оған национальный директордың рангын атқара алатындай менде күш, жігер, мотивация да бар, энергия да бар, уверенность да бар. Сондықтан өздеріңізге тілегіңізде де слишком көп тілеп қоймаңыздар. Мына тілектеріңізге де абай болыңыздар. Негізі көп адамдар, ой, мен сондай болаңшы, ал тарс етіп бола қалса бар ғой, потеря болып қалады, не істен білмей қалады. Ал не істеймін енді? Как мне с этим разобраться? Допустим, қазір мен қолыма $1 миллион бере салсыншы, я не готов с этим $1 миллион распоряжаться. $1 миллион распоряжаться я не готов. Что мне делать? Мен оны құртып жіберуім мүмкін. Ал оған мен қазір $1 миллион ақырындап келемін, ертең мышлениемді өзгертемін, финансовый грамотностьымды күшейтемін. Міне біздің лидерларымыз, мықты лидерларымыз финансовый грамотность үйретіп жатады бізге. Роберт Кийосакидің сабағын оқып келіп, бізге тегін үйретіп жатады. Ал осыны мен бірте өсе, ертең мен үлкен рангқа да шығамын. Рангтың өзі, ранг это достижение, да? Достижение как дается? Достижение дается благодаря тому, что ты работаешь, да, заслуживаешь. Мен негізі везение дегенге сенбеймін. Везение дейді ғой, тебе повезло деп оған сенбеймін, шын айтамын. Ол просто так ештеңеге келмейді, ол сенің заслуга, все дается по заслугам дейді ғой. Сондықтан сіз егер өзіңіз дайын болсаңыз, сізге ранг та келеді, ақша да келеді, барлығы келеді. Ол сіздің состояниеңізде келеді. А сіздің состояниеңіз жоқ па, ішкі дүниеңізде энергияңыз жоқ па, біліміңіз жоқ па, сізге ол келмейді. Көп адамдар ренжіп жатады, ой, менде анау жоқ, мына адам келмеді. Адам сізге не үшін келмейді? Өйткені сіздің адам, кез келген адам біріншіден ол өзін ойлайды, өз бас пайдасын ойлайды. Міне қазір, допустим, маған келіп біреу бір презентация жүргізіп жатыр, екі адам презентация жүргізіп жатыр дейік, одно и то же говорят, бір инкурс жайында айтып отыр, екеуі де, екі адам тұрып, иә? Мысалы дейік, біреу айтып жатыр, құнды информация беріп жатыр, бірақ ана көкірегінде уверенность жоқ. Білесің ба, осындай компания бар, иә, күшті екен, адамдар қыдырып жүр. А екіншісі айтады, блин, осы компания ішінде сен ақша заработать етесің, сен қыдыра аласың, әке шешеңді шығарасың саяхатқа, балаларымды, міне менде шықпасам да мен шығарайын деп жүрмін, ана адамды көріп жүрмін, сол шығарыпты, сол сияқты мен де шығара аламын, давай екеуміз шығарамыз, давай мен саған көмектесемін, сен маған көмектесің, жұмал көтеріп жүргенін бірге жасаймыз деп айтса адам, мен, конечно, кімді таңдаймын? Мен екінші адам таңдаймын. Өйткені оның көзінде мен жанып тұрған отты көріп тұрмын, уверенность көріп тұрмын. Сондықтан мен сол адамдардың, сондықтан сондай адамға сіз болуға тырысыңыздар. Білім алуға тырысыңыздар. Білім, ол это знание, сила дейді, но айтады. Тот раз мен бізде Сұлтан Ахметжанова, бір эфир жүргізгенде айтты. Робинсонның сөзі ғой. Робинс, да? Тони Робинстің айтқан сөзі ғой. Знание – это потенциальная сила. Истинная сила в действиях дейді. Мен сол кезде сақ ете қалдым маған. Да ты че? Біз ана знание сила деп айтып жүрсек, знание не только в силе. Знание, кажется, когда ты действуешь, сол кезде ғана ты достигаешь успеха. Сол үшін керемет. Тамаша. Енді жаңағы сөзді сөз қозғай ғой. Кімге тек қана бір сұрақ қойсан шабыты ашылып, қайрат бір жауаптары көңілден шығып тұр. Керемет айтып жатсыз. Шынымен де кейбіреу айтады, енді мынау кіріп, мен анаған айттым, ол кіре алмайды. Немесе жаңа қарап отырсаң, кейде емтиханды тапсырып отырады ғой. Тамаша презентацияны біліп тұрады. Бірақ көзінде жаңа көз жанбайды, эмоция болмай, состояние болмай, ол ешқашанда біреуге соны жеткізе алмайды. Тек қана мынадай бір состояниеде ғана соған адамды жеткізе аласың. Оған көп жаттап бәрін айтудың қажеті жоқ. Әйтпесе емтихан тапсырғандай отырсыңдар деп айтам. Енді шынымен де жаңағы тағы да бір жақсы ойын, мен дайын емеспін, мен саты мен өсуім керек деген маған ой кереметтей ұнады. Әрине арман, әр адам бортта армандайды болсын, бірақ
мен оған борттан бірдей бола қоймайды, жаңағыдай ой өрісінде өсу керек, білімінде өсу керек, практикада бір қателерінде ол саған ертең өсудің тағы да бір жаңа қанатым қатаят деп жаңа айтып жатсың ғой, жаңағы бір қиындық кішкентай көрген сайын қанатым қатайып ары қарай жүріп бара жатырмын деген ой әдемі болды. Шынымен де мен әрқашанда айтамын, мынау мектепте болады ғой, мектепті бітіру үшін бірінші класс, екінші класс, ана көшіп бір сыныптан бір сыныпқа көшіп жатамыз ғой. Сол сияқты сол сыныптан сыныпқа. Бірінші бала классқа келген баланы, жаңа ғана мынау қаламды ұстап үйренген баланы бірінші класста прям с отличием бітірсе де, ертең 10-шы сыныптың аттестациясын берсе, ол не болады дегенде, иә, өте дұрыс. Ал енді мынадай сізге сұрақ. Енді сіз туралы қалай жұмыс жүргізіп жатқаныңызды, іс-әрекеттеріңізді сіздің бәріміз жақсы білеміз. Сізді көп адамға үлгі ретінде айтып жүреміз. Енді сіз бұл қайткенмен де командный бизнес қой. Мына командамен қалай жұмыс жасап жатсыз? Сол командаға қандай әрекет бересіз? Енді бұл қарым-қатынас бизнесі ғой. Енді команда болғасын қарым-қатынас жасай білу керек. Адамдардың бәрі бірдей емес. Сол адамдармен кейде қарым-қатынас жасағанда әртүрлі жағдайлар болып шығады. Команда өскен сайын, енді мыңдаған команда болғанда, мысалы дегенде, иә, сізде есімде екенін біліп тұрмын. Жалпы, одан да өседі ертең команда. Өскен сайын, мысалы, ол командамен қарым-қатынас әртүрлі адамдармен болады. Сізде осы командамен қандай жұмыс жасап жатсыз? Қандай жүйе бар? Немен сіз бөліскіңіз келеді? Мына бөлісіп, енді мына команда өсіру үшін осындай іс-әрекет жасап жатырмын. Күшті болып шықты. Бұрын үйтетінмін, бірақ онда көп нәтиже болмаушы еді. Қазіргі жұмысым бұлай болып жатыр, нәтижесін беріп жатыр деп бір айтып бөлісетіндей сізден кеңес күтеміз. Алғашында сабаққа енді инкурс компаниясына келіп, семинарлар өтіп жүргенде көп жерде айтып жататын. Сол кезде аса мен енді ол кезде мән бермеген екенмін, аса түсінбеген екенмін. Мынандай сөздер айтатын ғой. Помогая другим, помочь себе деп атады, бізге. Содан кейін наставникке көмектес деп айтады. Наставникке поддерживай наставника деп айтады, Сонда мен аса сөздерін аса түсінбейтінмін соларды. Не айтып атады? Это о чем вообще, да? Кейіннен мысалы өзім бизнес бастадым, чат аштым, чатын ақырындап адамдар қосылып жатыр, көбейіп жатыр, Содан кейін менде уже сұрақтар туында бастайды. Так, менде адамдар көбейіп жатыр, командам өсіп жатыр. Жақсы, келетін адамдар келді. Мен жақында басында презентация бердім. Олар на эмоциях келіп отыр. Эйфориямен келіп жатыр, Бәрінің көзінде от жайнап, қыдырғысы келіп тұр. Саяқ жасағысы келіп тұр. Соның ішінде аз ғана санаулы ғана адамдар, которые бизнес жасаймын дегендер. Көбісіне негізі саяхаттаймын, потребитель ретінде келіп жатыр, Енді мен дальше осы командамен қалай жұмыс жасаймын деген уже сұрақтар туындай бастайды. Значит, мен уже какой-то бір уровеньға шығып жатырмын деген сөз, Басында жалғыз болсам, одан кейін 2 болдым, 3 болдым, 5 болдым, 10 болдым. Значит, команда өсіп. Енді менде екінші уровень уже все, енді өзгеріп жатыр менде. Командамен жұмыс істеу керек. Ал не істеймін енді? Содан кейін мен чатыма бірдеңе жазсам, ешқандай реакция жоқ. Шақырам презентацияға, ешқандай реакция жоқ. Үндемейді. Читаю, кіріп көресіз ғой, кім оқыды, кім көруге болады чатты, білесіздер, информацияны. Бәрінде сондай бар. Бәрі көрді, бәрі естіді, бірақ нөл эмоций. Ешқандай бір реакция жоқ. Біреу жазбайды, мен келем, или болмаса келмеймін, или болмаса жақсы, күшті болды, или ештеңе айтпайды, Сосын ойлаймын, почему так? Сосын семинарларда да естіп атам, проявляйся деп атады, в чатах будь активным деп атады, Что значит? И ойлана бастадым. Каждый сөзге ойлана бастадым. Содан айтам, так, вот я член клуба, да? Я же зарегистрировался в клуб, я же тоже у кого-то в чате состою, да? Мен өзімнің наставнигім чатындамын, Ал наставнигім бірдеңелер жазып жатыр. Мен өзім сосын анализ жасадым. Міне бізде Олжан ханым бар, Соның чатында бармын мен. Олжан бірдеңе жазады, не салып жібереді. Сосын қараймын, қанша адам соған реакция қойды? Қанша адам соған жауап жазды? 330 адам отыр чатта. Соның реакция қойғаны бір 5-6 қана. Ал одан кейін сол реакция қойған адамдарға кіремді, мен соны зерттей бастаймын. Бұл кімдер? Бұл адамның жетістіктері қандай? Сол адамдарды
біле бастасаң, таныса білсеңіздер, сол адамдар, которые реакция қойып, связьға обратный связь беріп жатқандар, олар оказывается лидерлар екен. Олар оказывается жетістіктерге жетіп, бір жақсы деңгейде жүрген адамдар. Не болса соған келе жатқан адамдар екен. Сонда маған сақыта қалады. Егер біреудің жасап жатқан бизнесіне, яғни Ұлжанның бизнес жасап жатқан бизнесіне, мен егер соған реакция білдіріп, жауап жазып, соған көмектесе білсем, сол чатта проявляция етіп, Ұлжанды поддержка жасап, мен соған өзім тарапымнан соған көмектесе білсем, значит, менде де сондай адамдар болады, менің чатымда да сондай адамдар шығады. Значит, мен өзім пример болуым керек екен. Мен ол чатта мен өзімді көрсетіп, мен пример қылдыруым керек. Маған қарап, не надо учить, надо показывать деп айтамыз, иә, балаларды. Балаларды надо вообще им показывать, чем без конца говорить, да. Мысалы, небір адамдар болады, өздері темекін бұрқатады, балаларында не көрейік, будь спортсмен деп өзіміз айтып атамыз. Қолда пиво, ауызда сигарет, будь спортсмен деп атамыз. Ол қалай спортсмен болады, егер сіздің қолыңызда пиво мен сигаретті көріп тұрса, да, балалар? Солай ғой. Сол сияқты бізде өзіміз чаттарда өзім, значит, барлығы менен басталады екен. Махатма Ганди что говорил, да, если хочешь изменить мир, начни с себя. Өзім, значит, мен тұрып, өзім чатта активный болып, ана чатта активный болып, мына чатта активный болып, зумға кіріп активный болсам, өзім чатында активный болып, значит, ертең мен сияқты адамдар чатыма келеді, мен сияқты адамдар оянады да, олардың санасына да кіреді. Егер мен дальше өскім келсе, значит, я должен как Қайрат поступать, как Қайрат делать, повторять то же самое, как Қайрат делать. Мен қазір Ұлжанға қараймын да, тура солай жасағанда мен жасаймын. Ақырында, вот, развиваюсь, расту. Одан кейін борд директорлар тыңдаймын, әрқайсысын. Айк Аубакермен өткенде неде ол лайнерде болды, одан да бірдеңелер алып қалдым. Былай екен ғой да. Алмағым Шарифпен сөйлесіп қалсам, одан да бірдеңесін алып қаламын. Менде андай адам жоқ, который міне осы адамды ғана тыңдаймын, осы адам ғана жасаймын, сон жүргенмен ғана жүремін. Болды, ондай жоқ менде. Мен әрқайсынан по чуть-чуть аламын. Әр таңғы ризыққа шықтым ба, тыңдадым ба, содан бірден іліп қаламын. 2 сағат спикер сөйлейді, оның ішінде маған бір-ақ ауыз сөз мне может, мне понравится или зажечь. Бір-ақ ауыз сөз. Вебинарлар қатысам. Кеше мысалы Аян деген қыз, Аян деген қыз ба, сағат 1-де выступать етті, сонда эфирдің записін тыңдадым, мен күндіз уақытымда кешкі записін тыңдадым. Соның өзінде де айтып жатыр. Наш бизнес можно приравнять как спорт дейді. Наш бизнес это спорт дейді. Если спортпен сіз, допустим, хотите пресс накачать, да? Сіз бір-екі күн барып пресс не накачаете. Регулярно, дисциплинированно қатыса берсең, Зульфия Аян, рахмет, Зульфия Аянды тыңдап, сол кезде спорт это как, бизнес это как спорт дейді. Дисциплинированно будете этим заниматься, как спорта сияқты, и мускулы появятся у вас, и пресс появится, все появится. И какой вес хотите, того и достигнете. Сол сияқты біздің бизнесімізді это как спорт. Да, там будет сложно, там будешь потеть, напрягаться, препятствия будут, преградалар болады. Вот я вот так, мен былай істеймін, қараңыздар, мен былай ойлаймын. Борд директор деген ранг алдында тұр деймін. Борд директор. 110 мың зарплата менің алдында күтіп тұр. Ол ранг тұр ан жерде. Датасын білмеймін, қай жылы, қай айда мен білмеймін. Но ол тұр. Енді сол рангқа жету үшін менің алдында мынандай препятствиялар тұр. Ағаштар тұр, болото тұр, тау тұр, тас тұр, не бір құбыжық адамдар да тұр, который менің барысам аяғынан тайып құлататын адамдар да тұр. Баяғыда мен оққам кімнің кітабын, кто же писал, «Жестокий век» про Чингисхана. Есенберлин или «Жестокий век», кто же там писал? Есенберлин, да? Соның кітабын оқыған кезде мен таңғалғам. Ол кезде мен Есенберлин кітабын оқыдым, өзім 9-шы класста болғанда, 9-10 класста болғанда оқыдым. Сол кезде менің таңғалғаным, сол кімді, Темуджинді, Шыңғысханды, Шыңғысханның бірінші аты Темуджин. Соны өсіп жатқан кезінде өзінің туған әкесінің бауырлары, солар оны шалқылатқысы келген, таққа шықпасын деп. Представляете, да? Шалқылатқысы келген өзінің туған ағалары. Сол кезде мен таңғалғам. Как это так? Это же родные дяди, свои родные родственники. Соның өзі аяғына шалқылатқысы келген. Сол кезде маған тақыта қалды. Значит, сенің өскеніңді, сенің бай болғанды, сенің бақыт болғанды бәрі қалай бермейді екен. Саған да жолда қиыншылықтар кездеседі екен. Жау алыстан келмейді дейді. Жау маңайында жүрген адамдардан келуі мүмкін. Жаңайында жүрген достарынан келуі мүмкін. Жанында жүрген туыстарынан келуі мүмкін. Солардан Алла сақтасын деп біріншіден Алладан тілеймін да. Екіншіден, егер ондай бір препятствие қойдыма, значит, мен өзімнен көремін. Мен ана адамды жамандамаймын. Значит, я сделал что-то,
чтобы этот человек мне дорогу переграждал. Все, значит, я должен этот вопрос решить. Либо перепрыгиваю, либо обхожу, либо притык с этим человеком я борюсь. Надо будет, буду боксоваться, надо будет, я его там, хоть что, да? Потому что у меня цель стоит. Қалай да болса да мен бор директорға жетуім керек. Ол не береді маған? Бор директор маған еркіндік береді. Маған ақша береді. Ақша ол еркіндік. Ақша деген мен не жеймін, не ішемін. Бала шағама, ана үрім бұтағыма еркін өмір сүруге мен мүмкіндік жасаймын. Ал енді соған дейін, как спортта сияқты, спорт, допустим, келген кезде, тренажер келген кезде бір айына 3 айға өзіңізге план қоясыз. 3 айдың ішінде мен осындай дәрежеге жетемін, осындай весқа жетемін, осындай кубиктарға жетемін, осындай мускулға жетемін дейсіз. Енді 3 айға дейін күнде препятствие сізде. Таңертең ұйқыңыз тұрмай қаласыз, ұйқыңыз оянбайды, нәпсі жібермейді, будильник шырылдамай қалады, үйіңізде әйеліңіз бірден айтып настроениені құртады, күйеуіңіз бірден айтып настроениені құртады, жаңбыр болады, қар болады, аяз болады, далаға шықсаң тайғанақ бара алмай ақ қояйын дейсің, далаға шығып тұр, барғың келмей ақ қойсын, иә. Вот сондайларды сіздерді сынайды. Егер сіз сонда, ой, жарайды деп, чуть кішкене препятствие болды ма, ой, жарайды, мен бүгін бармай ақ қойсам, ертең барайыншы дедім, бітті. Что? Нарушается дисциплина. Где нет дисциплины, нет успеха, нет достижения. Соны еске алыңыздар. Кез келген жұмыста, не только инкрузда, любой жұмыста, хоть ты военный, хоть ты финансист, хоть что, дисциплина жоқ па, дәрежеге жетпейсіз. Ең алды сонымен күресу керек. Сон дисциплинаны қалай қоясыз, не де болса да там қырылып жатсын, жойылып жатсын, мен осыны істеймін деген өзіңізде ішіңізде болса, сіз сонда ғана сіз сондай дәрежеге жетесіз. Мысалы бізде көбінесе той томалақ дейміз да, бебені адығалып кетеміз, иә. Қазір менде уже ана Угушева, да, как ее, Айман Угушева. Соның бір эфирінде мен естігем. Вот Айман мысалы да бірнеше уақыттың ішінде ол қалай бор директор болып кетті, иә. Сол кезде айтамын, ана қызың қарапайым ғана қыз. Жай ғана ауылдан шыққан, аягөзден кішкентай ауылдан шыққан, сол жеткен дәрежеге мен жете алмаймын ба? Ал енді мен не істеуім керек, чтобы Айман сияқты жету үшін дегенде, Айманның историясын тыңдай бастасам, ол айтады, мен даже тойға шақырсам, мен егер вебинар тұрса, допустим, да, или семинар, да, или той тұр, мен тойды семинар таңдаймын. Өйткені мен семинарға барсам, мен өзімді өсіремін дейді. А тойға барсам, мен, может, біреуге пайдасын келеді, может, келмейді, но ешкімге пайда жоқ дейді. Зато ертең сол той семинардан мен қанша пайда аламын, қанша өзіме пайда, бірінші очередь. Адам өзіне пайда жасай алмай тұрып, өзіне өзі бай бақытты бола алмай тұрып, ешкімді бақытты қыламайсың да, ешкімді бай қыламайсың да. Келісесіздер ма? Сол үшін өзіңіз бірінші, өзіңіз бақытты болып алыңыз, өзіңіз бай болып алыңыз, өзіңіз деңгейіңізді көтеріп алыңыз. Сонда ғана сіз біреуге қармақ бере аласыз, біреуге күрек бере аласыз. Сол ақшаны табуға, сол балықты аулап жегенге. Тамаша. Қайрат, отсың ғой, отсың. Керемет. Енді тыңдағымда келіп бара жатыр. Жаңағы тағы да сұрақ қойғым келіп жатыр, бірақ ойлаймын, мына адамдарға да кезек берейік деп жатырмын, айтпесе прям жаңа тыңдағымызда келіп бара жатыр. Иә, жаңағы жақындарды айтасыз ғой, кейде аяқтан шалатын да болады деп. Мен жаңағы әрқашанда Ахмет Байтұрсыновты еске аламын. Онда қандай қиындық көрген ғой. Абақтыген енді түрмеге ғой, түрмеге де повешение әртүрлі. Сонда айтқан сөзі былай болатын. Сонда бәр туыстары дұрыс, жаңағы бауырлары қинамайды абақтыға жапқаны, қинамайды дарға асқаны. Ең басты мені қинайтын өз ауылымның иті үріп қапқаны дейді. Туыстардан, жақындардан шыққан нәрсе ол жүрекке өте ауыр тиеді, бірақ соған қарамастан бәрі сондай деп ойламай, одан биік болуымыз керек. Ол үшін өз-өзімізге сенімді болуымыз керек. Ал сенімді болу үшін бүгінгі күні өзіміз жаңағыдай айтып отыр ғой, ақшам болса бәрін шешем деп, ол да үлкен қазір маңызды дүниелердің бірі. Бұрынғы уақыттай ақша қолдың кірі деп қазір ол айта алмаймыз. Ол қолдың кірі болмайды. Ол ақша да еңбекпен табылады ғой. Біздікі де ақшамыз жайдан келіп жатқан ақша емес, кәдімгідей біздің еңбегіміз. Қара жұмыс болмаса да адамдармен жұмыс жасап әртүрлі жағдай болады. Ал енді қонақтарға осы қатысып отырған 75 адам отыр екен. Тамаша, сұрақтарыңызға кезек берейік. Бір-бірден жаңағы микрофонды қосып, бір-бірден мына камераны қосып сұрақ береміз. Сұрақ қоямыз. Атыңызды атайсыз. Мен Нұржанмын. И сұрақтарыңызды қоясыздар. Ал Нұржан, значит, сұрақ сенде бір. Саламатсыз. Можно сұрақ? Қайрат. Жақсы сұрақ қойыңыздар, Раушан ханым, тыңдап тұрмын. Сіз
онлайн презентация жасап, адамдарды жаздыңыз ба басқа қалалардан? Сұрақты аса түсінген жоқпын. Презентация жасап басқа адам. Онлайн презентация естімей. Тағы да қайталап жіберсеңіз сұрағыңызды. Онлайн презентация, онлайн презентация жасап, басқа Жақсы, шамасы түсін деп айтамын, түсіндім деп айтайын. Негізі тіркеттіңіз бе? Раушан, вас Инкурбет, жауап берейінші, иә. Иә, болды менде ондайлар. Онлайнда презентация жасапты. Мысалы, Instagram, TikTok сол арқылы да хабарласып жатқандар бар. Мысалы, сол арқылы хабарласты маған. Қайрат, сізді мен Instagram'да көрдім. Сізге осындай сұрақтарым бар. Түсіндіріп беріңізші деп сұрақ қойғандар болды. Олайда тіркелгендер де болды. Бар ондай, әрине бар. Қазір Аллаға шүкір Instagram күші қазір мықты ғой, иә. Бұрындар Instagram, TikTok-тасы мен сенбеген емес, ол жақта ондай күш бар екенін мен білген жоқпын. Оказывается, оның күші мықты екен. Қазір соның арқасында жақында мысалы Меккеге барып келдім. Алла қаласа Меккеге барып келдім. Мен сонда Меккеде тұрып, ана жаңағы Clock Towers дейді, үлкен зданиенің төбесінен шығып, видео түсірдім. Бүкіл Қағбаны төбесінен көреді видео түсірдім. Соны Инстаграмда да, TikTokта да сонда қаншама сұрақтар да келіп жатыр маған. Қаншама қалай бардыңыз дейді. Мен айттым, мен осындай инкрус компаниясындамын, мен лайнермен бардым деп те, оларға маған жекеме жазып отырады, WhatsApp-қа жазып отырады. Соларға да жазып, мен сөйтіп, олар да сөйтіп ақырындап прогрессте жүргендер бар. Уже пока тіркеліп қойғандар да бар, которые просто регистрация, иә, ондайлар да бар. Бар, тамаша. Тамаша, поэтому Инстаграммен жұмыс істей беріңіздер, TikTokпен жұмыс істей беріңіздер. WhatsApp, статус өте қатты жұмыс істейді, өте мықты жұмыс істейді. Бизнес WhatsAppқа өтіңіздер де, оның енді со временем түсініп аласыздар не екен. Соның ішінде де бизнес WhatsAppқа каталог бар. Каталогында сіздің өзінің жүрген жүріс-тұрыстарыңызды, лайнерларды қойып қойсаңыздар да, кірген адам постепенно қарап жүріп та сізге ертең хабарласатын болады. Постоянно статус салай беріңіздер, инкрузды, өзінің жүрген жүрісін. Не только инкруз, да, не только лайнер, а қалай сіз инкруз компаниясы арқылы сіз қандай дәрежеге жетіп жатсыз? Сіздің өміріңіз қандай? Қазір сіздің настроениеңіз қандай? Мысалы, бір күн Раушан ханым, бүгін біреулер бұл айтуы мүмкін. Блин, осы Раушанды мен білуші едім, 2 жыл бұрын инкрузға кірмей тұрғанда көңіл жоқ, әйтеуір далада кездесемде настроение жоқ болатын. Енді мысалға айтып отырмын, иә, сізге Алла сақтасын. Қазір көремін, настроениесі күшті, оны қашанда күлімдеп жүреді, қашанда бір адамдармен кезігіп жүреді. Презентация, какие-то эти тусы у них, да? Қазір өмірі күшті. Блин, осы не істеп жатыр екен деп ертең бір күн хабарласады адамдар, көршілеріңіз хабарласады, туыстарыңыз хабарласады. Ана өмір хабарласпайды екен. Сізді жек көріп жүрген туыстарыңыз өзі хабарласып кетуі мүмкін да. Вот поэтому сондай болып жатады. Мен өзімде өз опытымды айтайын оны. Баяғыдан 20 жыл бұрын уже танымай кеткен көршілеріміз маған связьға шығып отыр ғой. Мен сені Инстаграмнан көрдім, мен сені TikToктан көріп қалдым. Қайрат, қалайсың деп шығып жатқандар бар. Бар ондайлар. Рахмет. Тағы сұрақтар. Рахмет. Ассалаумағалейкум, Қайрат мырза, қалыңыз қалай? Аман жол болады. Танысқаныма қуаныштымын. Сіздермен барлық тыңдармандарға сәлем. Сізден сұрайын деген, бұрын қандай кәсіппен айналыстыңыз? Сосын және де сізде мысалға сіздің командаңызға тіркелген жаңағы адамдар көбіне әлеуметтік желіден арқылы жаңағы стористарыңыз бен статустарыңыздан көрген адамдар ма, немесе жалпы былай өмірде жолығып сіздің жаңағы алған ақпараттарыңыздың негізінде сіздің командаңызға тіркелген адамдар ма? Жақсы, Амалжол, танысқаныма қуаныштымын. Ана атыңызды Амалжол жазып қойсаңыз тіпті жақсы болады, иә. Қазір пользователь зум ғана деп тұр, чтобы таныс болатын келешекте. Сөйтіп жазып қойсаңыз, ол өте жақсы. Менің командамда көбінесе өзімнің сол маңайымдағы таныстар, жолдастар, туыстар да бар арасында, бывший коллегаларым да бар, өзінің Алматыда оқыған мұғалім, өзінің класс жетекшімде бар, класстастарым да бар арасында, әртүрлі адамдар. Андай неден холодный контактпен Инстаграмнан ғана келіп отқанды дейтіндер олар көп деп айтпаймын. Олар бар, но ондай көп емес. Қараңыздар, жаңа отношение деп айтамыз, коммуникация деп айтамыз. Мысалы, жаңа айта кеттім басында, ең алғаш менің командама келген бірінші мен бизнес партнерім, вообще партнер ретінде келген адам, иә. Ол менің көршім. Ол 16-шы этажда тұрады, мен 8-шы этажда тұрады, көршім. Ол көршім қалай келді дейсіз? Мен мысалы, ол көршімен просто тұрамыз. Паркингте ғана кездесеміз. Салам
2-3 жыл болды сол үйде тұрып жатырмын мысалы дейікші, ол үйден қазір көшіп кетті деген, мен басқа үйдемін. Бір паркингте ғана кездесеміз, ассалаумағалейкум. Мен ғана әйелімді айтатын, блин, сен с кем попал, здороваешься, с кем попал, общаешься дейді. Мен ана балаларымды прикол ұстаған, біз балалармен жүреміз ғой, балалармен келеміз, машинамен паркингке тоқтаймыз, машинамен түсеміз, сосын кетіп бара жатамыз да біреу кезіп қаламыз, любой көрші, и мен сөйлесіп тұрып қаламын. А балалар уже мен біледі, ой, әке если завел разговор, значит он надолго дейді. Болды, балалар үйге кете береді. Потом үйге кіреді екен балалар, сосын мамалар сұрайды ғой, әкең қайда десе, ой, Аке, вы же знаете, он встретил кого-то, бітті дейді. Все, меня уже не ждут, они уже кушают, короче. Аке, если с кем-то завел разговор, значит, надолго деп ойлайды да. Оның бәрі неден? Менің коммуникациям арқасында, иә. Сөйлесе біздің көрші көлең бәрі, соның арқасында мені маған бірінші көршім бар. Ол қалай болды? Лифтқа кірем, мен шешім қабылдап осы инкурсқа тіркелдім да, сол күні маған лифтқа кіріп жатсам, әйеліміз екеуміз жоғарғы этаждан, жаңағы 16 этажда досым, Бақытжан досым, әйелге түсіп келе жатыр екен. Қайда барасыңдар? Біз прогулка етіп барамыз. Біз де прогулка кешкі серуендеуге. Сөйтіп шығамыз да, жаңбыр басталып кетеді, бір кафеге кіреміз да, сөйлесе келе инкрус жайында темаға қосылып кетеді да, и ол айтады, мен сұрайды, сен қайда тіркелдің ба, кірдің ба дейді. Енді мені кіргізе аласың ба өзіңе дейді. Кіргізе аламын. Хотя білмеймін қалай кіргізу керек, не істеу керек екен. Сразу дереу наставниктен хабарлассам, не істеу керек. Сөйтіп ол адам бірінші кіріп кетті. Көрдіңіз ба? Сіз шешім қабылдадыңыз ба? Сіз білмейсіз, қай адам қайдан келіп қалатын. Ең алды сила решения. Кеше Аян, жаңағы Зүлфия Аян айтты, сила решения. Как вы примете сильное решение? Аллах айтады, о, мынау менің құлым мықты шешім қабылдап тұр. Давай мен оған жолын көрсетейін. Қалай? Сол шешім қабылдап, сол дәрежеге жету үшін мен оған жолын көрсетейін. Шыға қаласыз, көршіңіз келіп қалады. Шыға қаласыз, баяғыдан араласып қалған бір коллегаңыз звондап қалады сізге. Шыға қаласыз, бір магазинде жолығып қаласыз да, бір күшті адаммен танысып қаласыз. Представляете, білмейсіз қалай кезі. Мысалы өткенде лайнерде отырған кезімізде, осы жақында лайнерден келдік біз, иә, круиздан келдік. Сонда отырған кезде әйеліміз екеуміз ресторанда отырып тамақ ішіп отырмыз. Тамақ ішіп отырғанда мен енді ағылшын айта қойын, қатты емес, мықты емес енді. Просто бытовой сөздерді білем. Официантпен солай сөйлесіп отырсам, жанымызда отырған бір иностранецтер, әйеліме күйеуі, о, вы английский знаете деп бізге сұрақ қойды. Мен айттым, чуть-чуть знаем десек, о, деді, таныса кеттік. Көрдіңіз ба? Таныса кеттік, сөйлесе кеттік. Сосын мен қалай келдіңіздер деп сөз қосылады. Менде бірінші очередь бар ғой. Әйелім айтады ғой, сен ана тамырыңды тіл жіберсе де инкрус деген қанатын атқылайтын шығар деп. Сол сияқты. Қайда жүрсе де мен бірінші өзім инкрустан бастаймын. Қайда жүрсем де соны алып кет инкрус қылып келемін ғой. Мен сөйлессем де туысқанмен дос, жора жолдас айналдырып келіп инкрус қылып келемін. Көрдіңіз ба? Вот сізде сондай болса, онда сіздің командаңыз өседі, командаңызда әртүрлі адамдар болады. Коллега, жолдас барлығы кіре береді. Сұрақ бола ма қоюға, саламатсыздар ма? Камераңызды қосылмай тұр ма? қосылды. Менің есімім Амина. Қайрат мырзаға сұрақ қоюшы едім. Білем, Меккеге барып келгеніңізді қабыл болсын, дұға тілектеріңіз. Енді тағы да брондадыңыз ба? Тағы круизға, келесі круиз қайыққа болады екен, соны білгім келіп тұр. Сіздерде семьяларыңыз, отбасыларыңызбен круиз брондадыңыздар ма тағы да дегенім ғой. Оно бір передача, а с какой целью интересуешься деп. Сен де Қайратқа жолдасыңдар бәрі бірге. Негізі біз өзіміз Японияға барамыз, енді ойлап жатырмын да, бұл кісілер қайда барады екен дегендей. Рахмет, Амина. Рахмет, Амина ханым, саламатсыздар ма? Біз қазір келесі круизіміз, бізде өткенде сіз естеріңізде болса, енді біреуіңіз білесіз, біреуіңіз білмейсіз. Мен конкурста, осы 25 жылдың конкурс болды ғой, 10 жылдық орайына компания конкурс жүрген. Сонда мен с балконом лайнер ұтып алғанмын. Кім біледі, может, кім білмейді. Сол инкрустың арқасында, представляете? Мен хотя өзімнің жұмысым істеп жүрдім. Өзімге ұнайтын, өзімнің мақсатыма жұмыс істеп жүрдім. Яғни презентация жүргізіп жүрдім, компанияны изучать етіп жүрдім, презентация қылып жүріп, сөйтіп жүріп, небәрі 6 айдың ішінде, 6 ай деген өте сұмдық қой, жарты жыл деген, 6 айдың ішінде 8-ақ подключение болса сенде, сен конкурсқа қатыса аласың деді. А мен басында мән берген жоқпын. Ой, ол деген оны ұту, ол деген, ты чё, это надо такое, не знаю, там, что сделать, я не знаю, это не для меня деп ойладым да басында. Ол мартта шықты ғой, март, апрель, май, июнь. Сөйтіп жүрдім да мен сол сентябрьде қарасам,
И мен листать етіп отырсам, қараймын просто, да, қалай отыр конкурстың несі, шарты қандай деп қарасам, 8 подключений. А у меня уже, оказывается, 10 подключений. Представляете? 5 айдың ішінде, 5 ай ма 4 айдың ішінде. Уже 10 подключений у меня, личку. Мен, оказывается, мен курсқа қатыса алады екен ғой дедім да. Уже менде интерес пайда болды. Енді ол конкурста еще сіздің личный подключениеңіз, а егер сіздің командаңызбен жұмыс істеп, командаңызда адамдар подключение болса, ол значит дополнительный балл. Ертең сіз ұтуға мүмкіншілік бар. Сол кезде менде желание артылады да, мен уже командамыз терең жұмыс істей бастаймын сентябрьдің өзінде де. Сөйтіп, одан кейін мен лайнер с балконнан, представляете, на двоих ұтып алдым. MSC URB деген лайнер, керемет. Соған ала қалсам, декабрьдің 9-ында, онда сонда барамыз, сонда ұтып барамыз да, сонда. Енді келесі жылға мен жоспарым, менде өзімде, әйеліміз екеумізде 10 жылға бізде виза бар Америкаға. Алла қаласа, келесі жоспар бізге Америка, онымен қоса, Европа, жаңа нені көргіңіз келеді. Япония бізде планда бар, бірақ 26 жылға бізге жаңағы Северная Европа, Норвегияны көргіңіз келеді, Норвежский фьорды, и Америка. Бізге 2 план сол. Қазір мен мына лайнерге барып келген соң, бұйыртса осы қыдырып келген соң, январь айында мен келесі бронь жасаймын, иншалла. Қайрат мырза, рахмет, бұйырсын. Тағы бір сұрақ кезек берейік, сонымен. Қайрат мырза, да, сәлеметсіздер ме тағы да? Галема Житовна. Саламатсыз. Да, Қареке, сіздің артыңыздан Түркістанға қуып барып тұрып презентацияңызды тыңдадым ғой. Рахмет. Вообще сіздің презентацияңызды жібермеуге тырысамын, себебі менің басыма қонатын сіздің презентацияңыз өте жақсы қонады. Айтады ғой, біреу Боб Прокторды тыңдайды, біреу Джо Диспензаны тыңдайды. А мен осы ненің ішінде, вот мен сізді прямо постараюсь жібермеуге. Енді Рахмет. Умра қабыл болсын, Меккедегі. Екінші, менің основной сұрағым, сіздің командаңызда қазір ана жолым айтып едіңіз, где-то 100 адам бар деп. Сол 100 адамның неше партнер сонда активный ішінде? И неше веткаңыз активный? 100 адамнан примерно айтайын, 10-15-і ниет қылып, істеп, талпын жүргендері, 10-15 істеп десемде көп болып кетер. Бір 6-7 деп айтайыншы, примерно. Сонда қараңыздар, 100 адамнан 6-7, оның өзінде мен ризамын. Оның өзінде Аллаға шүкір деймін. Даже бір адам сізді активно жүрсе ризамын. Ең алғашқында біреулер бар айтатындар. Ой, у меня в команде всего лишь там, я всего лишь быча дейді. Мен айттым, Аллаға шүкір, қуансаңшы безоплатно ішленесің. Ты $100 не ложишь, тебе компания $200 дает. Ты радуйся, блин. Как ты начнешь радоваться, соны сен қабылдап, сен Аллаға шүкір деп, сен қабылдай білесің ба, будешь благодарен, саған Аллах айтады. Мынау ма бычы, сен соған қуаныватсың ба? Ой, я тебе сейчас сделал маркетинг директорын дейді. Ты еще больше будешь радоваться дейді. Сізге маркетинг бере салады. Маркетинг директоры, Аллаға шүкір, қуанып, у меня черная карта, я буду бесплатно путешествовать, зарплата $500 деп қуанып жүрсіз ба? Мынау ма сенің қуанғаның? Мен саған сеньор маркетинг бірақ береді сізге. Солай. Бағаламай қоймаңыздар. Даже сізге командаңызда бірақ адам болса да, бірақ подключение, да? Аллаға шүкір, мынау керемет қой деп. Бір адамымызға сіз как борд директор ретінде қараңызшы. Представляете, бір адам ертең борд директор болады. Вот Айка Убакирова. Кто знал, что она будет станет борд директором, да? Вот сол бір адамыңыз 3-5 жылдан кейін 5500 командасын адам алып келеді деп. Солай есептеңізші. Вот солай қараңыз. Сонда, пожалуйста, сіз ертең мықты уровеньға жетесіз. Мықты сізге Аллах үстіне бере береді. Поэтому вот сонда менде статистика. Рахмет. Хайреке, енді Рахмет. біраз жерге барып қапты, 1 сағаттан асып кетті. Әлі де жібергіміз Хайрекенді келмейді. Кәдімгідей керемет эфир болды. Сүйсініп тыңдадық. Көкейтесті сұрақтарымызға жауап алдық. Кәдімгідей шабыт сыйлап, керемет бір кеңестер бердіңіз. Қайрат, сізге өте ризамыз. Алладан қайтсын, үлкен деңгейден көріне бер. Национальный деген ол бер жағындағы нәрсе ғой, оған да жет. Міне, осы жылдың аяғына дейін, осы жылды региональный болып бастап кет, келесі жылды. Национальный, интернациональныйды келесі жылы. Тағы да ашатын бол, одан кейін ақырын жылжи бересің. Алла саған жар болсын. Әрқашанда әрбір ісіне Алла тағала жар болып, биіктен көріне бер. Жанынан
біз Қайратты танимыз, ол біздің жігіт деп мақтанып біз жүрейік. Міне әрқашанда Қайрат өзіне ғана емес, басқа команданың қандай адам болсын аузын ашып тұрып, жанын беріп тұрып, жаңағыдай көмегін көрсетіп жатады. Жақсы Қайрат, сау саламатта болайық. Келесі эфирге дейін амандықта болуға. Кіріп эфирде болғандарыңызға мен өте чаттарда пікірлеріңізді жазсаңыз тіпті керемет болады. Соңғы сөз Қайрат, өзіңіз қоштасып аласыз ба? Иә, эфирде шамасы примерно қанша бір 60-70 адам болған шығар деп ойлаймын. Өте жақсы, керемет. Ғалия Сәбитовна, сізге көп рахмет. Міне осынша адамды қазір бір уақытта бір жерге отырғызып қойып, елі болмаса машинаға келіп тыңдап отыр, иә? Ол деген өте күшті, тамаша. Сізге көп рахмет. Міне қанша адамға өйстіп осындай үміт сыйлап отырсыз деп айтайын, иә? Көп адам үміттеніп отыр. Тыңдаған адам ол қандай үмітпен кіреді? Бұл эфир тыңдағанда мен бір өзіме бірдеңе алып қалайыншы деген, иә? Мен бір инсайт айтамыз қазір, иә? Бір білім алып қалайыншы деп кіреді әр адам. Осы әр адамға білімді болса эфир, Алла разы болсын. Көп рахмет сізге. Барымша айттым деп ойлаймын, бірақ мен айтарым әлі де көп, мен тоқтата алмайсыз, бұршытқа айтсам да мен сөйлей беремін. Негізі эфиріміз Алла қаласа келешекте 70 адам емес 700 адам болады деген сенімдімін. Алла рахмет Қайрат Анарбек. Болады, бәріміз жетеміз оған, көп жетеміз. Иә, жестер жете беріңіздер, берекелі. Амин. Сау саламатта болайық. Осы айды әдемі әрқайсыңыз жаңағыда аяқтап үлкен биіктен көріне беріңіздер. Амандықта болайық. Амин. Қайратқа мың алғыс. Керемет өтті эфир. Мен жұмыста болсам да тыңдап отырмын. Бәрі жақсы болсын, тек алға ұмтыла берсін. Жақсы борт болыңыз. Амин болсын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.